айналмасын деген дұғамыз. Осы дұғамыз енді Аллаға қабыл. Енді мен айтамын, жалпы біздің Алладан басқа үмітіміз қалған жоқ. Бұл жерге кім келмеді? Бір әлі ешкім шешімін табылмай жатыр. Алланың құдіреті күшті. Осындай ел болып, жұрт болып, осындай қасиетті күндер, құрбан айт күндері, осындай Аллаға жалынып жатсақ, Алла да біздің тілеуімізді кенде қалдыра қоймайтын шығар. Дәйім солай болғай. Енді жаңа айтқандайындай, кейінгі ұрпақтарымызға осы жеріміз, суымыз, табиғатымыз аманат болып қалсын деген ниеттеміз. Сондай-ақ жырақта жүрген қолдарыңызда болған